Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге сиыр сүтінен жасалатын қолдың майын, яғни сары майдың шайқау жолымен бөлісемін. Май шайқау жолын білмейтін адам жоқ шығар, десе де кейбір қыз-келіншектер үшін артық болмас деп ойладым. Менде 1 литр қаймақ, біздің өңірде оны кілегей деп атаймыз. Кілегей дегеніміз сиыр сүтінен алынатын арнайы машинаның, яғни сепаратордың көмегімен көк сүті бөлініп алынатын қаймақ. Кілегей май болуы үшін тартылғаннан кейін міндетті түрде 2-3 күндей салқын тоңазытқышта тұруы қажет. Жаңадан тартылған кілегейден май шықпайды, міндетті түрде ол 3-4 күн тұрып қатуы тиіс. Осындай қою кілегейді алып, оны қолымызбен шайқаймыз. Яғни жылдам араластыруымыз қажет. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, кілегейді ең алғаш шайқаған кезде өте майда болып тұрады. Араластырған кезде жылдам араластырамыз. Қолымыз жылы болғандықтан ол еріп кетуі мүмкін. 3-4 минуттай шайқағаннан кейін қарасаңыздар, кілегей іртік болып майға айналып келеді. Жылдам араластырғаннан кейін кілегейден су бөлінеді. Бөлінген суды мен арнайы ыдысқа құйып алып отырдым. Май шайқау қолыңыздың күшін қажет етеді. Бөлінген суды құйып алғаннан кейін де оны жылдам араластырамыз. Барлық суы бөлінгенше араластырып, барлық суын құйып алғаннан кейін қарасаңыздар, майдың басы бірігіп, майға айналып келеді. Кілегейдің құрамындағы барлық су бөлініп болған кезде шайқауды тоқтатып, суын бөлек ыдысқа құйып алып, келесі кезекте үстіне араластырып мұздай суды құямыз. Су міндетті түрде мұздай болуы тиіс. Осы суды құйып араластыра отырып, майдың арасында қалған артық судан тазарғаннан кейін араластыруды тоқтатып, суды сүзіп аламыз. Қарасаңыздар, май осындай сап-сары түске айналған кезде араластыруды тоқтатамыз. Суын бөліп алғаннан кейін майдың үстіне дәміне қарай аздап тұз қосамыз. Дәл осындай сап-сары өте дәмді майға айналады. Бұл майды әжелеріміз ерте кезде бұзылмас үшін қойдың қарнына салып 7-8 айдай уақытта қысқа жеуге сақтап дайындаған. Құрамында ешқандай химиялық зат жоқ, өте таза және адамның денсаулығына пайдалы өте дәмді майды осылай дайындаймыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін баса отырыңыз. Сол кезде алдағы шығатын рецептерді бірінші болып көре аласыз. Алдағы уақытта дәл осындай пайдалы рецептерді түсіретін боламын.